Балкасвет техникалық колледжінің жас мамандары өлең сөздің даңғылы бар қазақтың Жамбыл атты челленджін қабылдады. Жамбыл атамыз 1846 жылы 28 ақпанда Жамбыл облысы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Ақындық дарыны жас кезінен таныла бастаған боз бала шағында ән мен күйге тербеліп өскен. Қанатты да шабытты жырлары әлемнің ондаған тілдерінде аударылып, дүние жүзіне таралған. КСР мемлекетінің сыйлықтың лауреаты атағын алған Жамбыл атамыз қазақ халқының рухы биік тұлға ретінде мәңгілік есімізде. Бұл жабай бұрынға сен лашын болғанда мен ақсұңқар, бір көріп дидарыңды болды мүмкін. Көргің бар, көрген адамыңнан қалғандай, шыққандай жүрсең жүрегіңнен тұлпар. Жасымнан жақсыларды жағаладым, Алатау Қаратауды араладым. Қай тұсқа аттың басын тіресем де, өзімнен басқа сұлу таба алмадым. Жарқ еткен оқтан ұшқыр отар көзің, балқытар қорғасындай айтқан сөзің. Сыртыңнан атыңды естіп жүруші едім, қаңбақтай жел аударар кеңдау кезім. Айрылдым ай, жарықтан бұрымымнан, азаптың кім құтылған құрығынан. Жастықтың желігімен жүргенімде, келмейтін сырдың суы жұлғымнан. Есімнен еш кетпейді қайран бұрым, мүшелі байланбаған ол бір құлым. Қайтесің, өткен істі еске сал.